Сәлем баршаңызға, мен YouTube арнама қош келдіңіздер. Арнама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алда түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Бүгін сіздермен осындай ерекше тойымды тауық аяқтарын, яғни голлинді жасайтын боламыз. Алдымен тауық аяқтарын қайнатып аламыз. Содан кейін міне осылай вилканың көмегімен ажыратып аламыз. Сүйектерін лақтырмаймыз, өйткені алдағы уақытта бізде қажет болады. Ажыратып алғаннан соң ыдысқа саламыз. Одан соң үкіштен өткізілген сыр, үкіштен өткізілген картопты да қайнатып аламыз. Содан соң онымен панировочный сухари, жұмыртқа, тұз, қара бұрыш және де паприка қосып, жақсылап тұрып барлығын араластырамыз. Содан соң дәл видеодағыдай етіп, қолымызды майлап, осылай барлығын жасап шығамыз. Менде 6 голлин болды. Содан соң бізге қажет ұн, жұмыртқа және де панировочный сухарики кезекпе-кезек алдымен ұнда, одан кейін жұмыртқада, содан соң панировочный сухариде аунатып аламыз. Мұндай ерекше голлиндерді қонақтарыңыз келген кезде дастархандарыңызға холодный ретінде ұсынсаңыздар болады. Сонымен қатар қасына гарнир қосып, ужинға немесе түскі асқа жасасаңыздар да болады. Міне осымен біздің голлиндарымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Егер ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.